сөйлесеңіз қайсысы? Сізде жаңа образ ба? Иә, мен жерде ерекше образ осындай жас қыздар жарасып ма маған? Шынайы қырықтыңыз ба әлде ол өтірік па? Давайте интрига болсын десең. Жарайды. Лаура, мен кешегі эфирді көріп, жалпы бұрыннан бері сіздерді бақылап, ойланып қалдым да, осы жерде немесе өмірде жақсы көрем деген сөздің қадірі кетіп қалған сияқты ма? Иә. Неге олай айттыңыз? Өйткені мен бірдеңе дұрыс емес айттым. Жоқ, жалпы сұрап жатырмын. Сіздің ойыңызша қалай? Иә, қадір кетті. Шынымен. Осы жерде отырған көп адамдарға қатысы бар емес. Өмірде ше? Өмірде негізі сіз қанша адамға жақсы көрем деп айтып көргенсіз? Жігіт жағынан ба, бір адамға. Бір адам өте қатты жақсы көрген. Басқа бір адам. Бекзат, қалайсыз? Аллаға шүкір, өзіңіз. Жақсы. Бекзат, сіздің ойыңызша ше, жақсы көрем деген сөздің қадірі кетті ме? Жақсы көру қадірі кетті болғанда, иә. Қадір кетті. Қазір заманда жақсы көру деген. Көп жақсы көре береді ғой қазір. Жақсы көру деп негізі ауызбен бәрі айта береді. Оны іспен дәлелдеу дегенде негізі оңай дүние болып қалды да, ақшасы бар адамға. Жақсы көру деген нәрсе. Ол жай ғана қарапайым сүйе білу ғой, үнсіз ақ. Сіз өзіңізді сондай адамның қатарына жатқыздыра аласыз ба? Пока мен білмеймін, жақсы көру сезімім әлі де жеткіліксіз. Егер де индираға қатысы болатын болса, şimdi сезім әлі күнге дейінше. Мысалы, сіз кеше эфирде айтып қалдыңыз, сен менің қалай жақсы көретінімді білесің ғой деген сияқты. Бірақ мен ойланып қалдым да, әлі жұп та емессіздер. Қалай ондай сөздер айтылады? Сол деңгейде жақсы көремін мен оны. Ал егер де жұп болатын болсам, немесе одан да айтып отырмын ғой, таныстықтың өзінде мен солай жақсы көріп отырмын ғой. Жұп болатын болсам, иә? Одан кейін де мен жақсы көру деңгейінде енді өзіңіз ойлай беріңіз. Қазірдің өзінде мен жоғары деңгейде жақсы көріп. Бірақ ол сөздің өзі сол жерде орынды ма деген сұрақ қой менде. Ұнатамын деген сөздермен шатастырып жүрген жоқ па қазіргі таңда көп адамдар? Білмеймін, бірақ та ауызбен айтыла береді ол нәрсе ше. Бірақ та ол махаббат іштей болады ғой. Главное, риясыз, ренжітпей, жақсы көріп сүйсең болды деп ойлаймын. Қалай, Салтанат? Салтанат, сіздің ойыңызша қазіргі таңда жақсы көрем деген сөздің қадірі кетіп қалған жоқ па? Қадір кетіп қалды, потому что любой адамға айтады, особенно ұлда. Ал сіз өміріңізде қанша адамға жақсы көрем деп айтып көргенсіз? Мен біреуіне. Бір адамға, иә? Өзіңіздің бұрынғы күйеуіңізге? Иә. Бірақ жақсы көрмейтін. Онда сіз жоқ, оны бар ғой, жас кезінде болған кезде. Ол сіздің... Ол кезде я думала, что я люблю. Ал қазір есейе келе я поняла, что я не любила, я просто андай. Әке сияқты болды да маған. Немесе қазір уже андай бір сезім өшті ғой енді, және реніш пайда болғаннан кейін солай ойланып тұрған сияқтысыз. В принципе, жақсы көрмеппін ғой деген сияқты. Әйтпесе сезім болды ғой, қалай? Нұрсұлтан, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Нұрсұлтан, сіздің ойыңызша жақсы көрем деген сөздің қадірі қалды ма? Жақсы көрем деген сөзін енді әркімге әрқалай, біреуі оны жай сөз қолданады, біреуі шын жүрегімен, шын көңілімен айтады. Ал сіздердің араларыңызда жақсы көрем деген сөз бар ма қазір? Мен жақтан бар, иә. Сіз шынайы соны сезінесіз? Өз жүрегіммен, иә, жүректен шыққан. Перзат, сіз қалай ойлайсыз? Еще раз вопрос. Жақсы көрем деген сөздің қадірі кетті ме? Жоқ, мен ондай деп ойламаймын. Әр адам әрқандай жақсы көреді ғой. Некоторые просто жөнел айтып қойшы мүмкін жақсы көрем деп. Бірақ мен өзімді жашымда, егер де противоположный болуға болса, бір ғана адамға мен сені жақсы көрем деп айтқанмын. Сүйемін деп. Для меня это очень Маңызды сөздер, иә. Ал Нұрсұлтанның жақсы көрем дегеніне сенесіз ба? сенемін. Өте қамқор. Иә, Нұрсұлтан тек қана сөзімен айтпайды, мен сені жақсы көремін деп. Іштеріменен дәлелдейді. Айтпақшы, мен кеше көріп қалдым сіздердің стористарыңыздан. Бір қап тәттілер сусындар әкеп берді. Жарайсыз? Мен не айтсам, бәрін жасайды. Алып келеді.
Енді ол уже жоқ сияқты, иә? Бәріне таратып болған сияқты. Жоқ, Бар ма? Енді өзім берме дегем шкафына тығып қойдық аккуратно. Аха. Андай құлып салып қоймайсыз ба? Құдай қаласа сөйтіп. да мен айттым, біраз өзімді жаман сезіп жатырмын деп. Маған дәрі-дәрмектердің барын алып келіп берді. Жандарым, осындай тәп-тәтті жұбымыз бар бізге студияда. Өздеріңіз біреу-ақ қалдыңыздар. Осылай әдемі болып жүре беріңіздер. Иә. Біз адам күтеміз. Нұрдәулет, қалайсыз? Бүгін ерекше болып тұрсыз ғой. ерекше болып келгім келді бүгін. Нұрдәулет, сіздің ойыңызша жақсы көрем деген сөздің қадірі қалды ма? Жақсы көремін деген сөздің қадірі. Неге қатты күлдіңіз? Бар ғой? Жақсы көру деген ол жақсы көру ғой. Жоқ, оны қазір жеңіл болып кетті да, айтуы. Бір-екі таныстықтан кейін. Бір-екі көрген адамды жақсы көру, ол мүмкін емес нәрсе, мысалы. Ал бұрыннан өмірінде бар адамды жақсы көру, ол мүмкін да. Бұл бір үндеу емес па? Жоқ, үндеу емес, ол ақиқат қой енді, факт қой. Шынымен ғой, мен мысалы мына бір-екі күн кездескен қызды жақсы көріп кете алмаймын ғой. Сізге қанша уақыт керек осы сөзді айтуға? Адам негізінде қасында постоянно жүреді. Адам ақырындап бүйтіп грамдап қосылады да, ол жақсы көру сезімі ше. Ринат, қалайсыз? Жақсы өздерің Ринат мырза, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі қалды ма? қалды ма? Ол егерде андай шын жақсы көретін адамға айтсаң, бұл қадір қалмайды ау. Анаға мынаған жақсы көремін деп өзі конечно қадір кетеді. Ал сіз сондай адамдардың қатарынан емессіз ба? Мысалы, сіз эфирде бірнеше адам үшін жылағансыз. Бірінші адам емес, бір адам үшін. Аида ше? Аида? Иә. Аида үшін жыламадым. Жыламадыңыз ба? Онда мен шатастырған шығармын. Жантай үшін жыладым, Аида үшін жыламадым. Сол кісіні жақсы көрдім деп айта аласыз ба? Иә. Андай айтады ғой, өмірде шын сүю бір рет келеді, сонрасы. Сіздің өміріңізде жансая ғана бір рет болған махаббат па? Ең өмірде мықты ғашық болған. Ессіз ғашық болған. Ғалымжан, қалыңыз қалай? Жақсы өзің болсын. Жақсы. Ғалымжан, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі қалды ма? Иә. Сіз өміріңізде қанша рет жақсы көрем деп айтқансыз? Қызға. Қызға ма? Жақсы көрем деп айттым ғой. Қанша рет? Жақсы көрген адамға айттым ғой. Енді қанша рет? Көресің ғой, негізі жақсы көресің. Сол айта бересің деген нәрсе ғой менің сұрап отқаным. Сол. Негізі қайта ол мысалы жақсы көремін деп айта берсең қадірі кетеді. Анда-санда айтып көреді. Ол да білсе болды да. Сіз үшін қадірі кету сондай жағынан да? Иә. Мен андайды айтып жатырмын. Бір-екі күн таныс болады. Жарайды, бір ай дейікші, сосын жақсы көремін деп бірден айта бастайды. Жоқ, бүйтіп айтпаймын. Сізге қанша уақыт керек? Біраз уақыт керек оған. Жақсы көрмейсің деп айтқаным үшін. 3 ай, 4 ай, 5 ай деген. Кейде келіп қалады ма мен. Айтып қалатын ба? Қалайсыз? Жақсы сіз былайсыздар. Жақсы. Сіз очки кисеңіз мен қорқам. Неге? Білмеймін, бір андай мұңыңызды жасыратыныңыз бар еді ғой. Ұйқы қанбаған көзім не болды. Қазір тек сондай проблема бар. Иә. Нұржан, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі кетті ме? Жақсы көрем деген сөздің қадірі, бұл күшінде ғой, қадірін кетіретін адамдар болмаса. Сол қазіргі таңда солай қадірін кетіріп жіберген жоқ па адамдар? Жалпы біздің студиядағы қатысушылар? Я жақсы көрем деген сөз негізі бейберекет қолданады да. Менікі жақсы көру емес, көрсе қызарлық деп айту керек қой, негізі студиядағы жігіттер қыздар ше. Көрсе қызарлықпен танысып көргім келеді дейді да, ертең жек көріп отырады да. Жақсы көру мен жек көрудің арасы бір-ақ сәт дейді ғой. Ал сіздің сезіміңіз өшкен жоқ па, өшті ма, қалай? Тұншық тұрамыз. Бірақ жек көрінішке өткен жоқ. Жек көрінішілікке өтпес екен деймін.